Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастайық. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына жұмбақтың жауабын тауып көрейік. Ойыншылар екі топта таласып жүр бір допқа. Жарайсыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы футбол ойыны. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы футбол ойнаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Топтау санесіндерін жазбаша және ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Ал енді балалар, жаңа сөзбен жұмыс жасап көрейік. Қақпада тұру, вставать на ворота. Ұпай алу, получить очко. Денсаулық кепілі, залог здоровья. Ал енді балалар, мына сұрақтарға жауап тауып көрейікші. Футбол қандай ойын? Футбол ойнағанды ұнатасыңдар ма? Сендерге қай команда ұнайды? Сендер қандай атақты футболшыларды білесіңдер? Осы сұрақтың жауабын қазір сендер мәтіннен табасыңдар деп ойлаймын балалар. Футбол спорттың командалық ойын түрі. Футбол әлемге аса танымал ойындарының бірі. Әр командада 10 ойыншы және бір қақпашы болады. Қақпашы қақпада тұрады. Алаңда қақпашыдан басқа ойыншы допты қолмен ұстауға болмайды. Басқа ойыншылар қорғаушылар, шабуылшылар болып бөлінеді. Бір ойынның аты матч, 2-45 минуттық бөлімнен тұрады. Ойын арасында 15 минуттық үзіліс болады. Матчта көбірек доп салған команда көп ұпай салады. Қазақстанның алғашқы футбол клубы 1913 жылы Семей қаласында пайда болған. Қазақстанның футбол клубтары Жетісу, Ертіс, Қайрат, Шахтер және тағы басқа. Қазақ футболындағы ең танымал есімдердің бірі Самат Смақов. Самат Смақов 1978 жылы 8 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келген. Ол ұлттық құраманың қорғаушысы. Бұл спортшы Қазақстандағы Елімай, Ақтөбе, Қайрат командаларында ойнаған. Ол қазақ футболының ең үздік ойыншысы. Самат Смақовқа барлық балалар ұқсағысы келеді. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұнына сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексерейік. Футбол командалық ойын. Жарайсыңдар. Дұрыс. Футбол командалық ойын. Ойынның арасында 10 минуттық үзіліс болады. Дұрыс емес, жарайсыңдар. Қазақстанның алғашқы футбол клубы Семейде құрылды. Ойланамыз. Жарайсыңдар, бұл сөйлем дұрыс. Қазақстанның алғашқы футбол клубы 1913 жылы Семейде құрылды. Самат Смақов Ресейдің ең үздік футболшысы. Кәнеки ойланамыз. Жарайсыңдар, бұл сөйлем дұрыс емес. Самат Смақов Қазақстанның ең үздік футболшысы. Балалар, сан есім дегеніміз не? Жарайсыңдар. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Ал енді балалар, біз сендермен бүгін топтау сан есіміне тоқталамыз. Топтау сан есімі нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Ол сан есімдерге нан нен, дан ден, тан тен деген шығыс септіктің жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Құрамына қарай топтау сан есімі дара немесе күрделі болуы мүмкін. Дара сан есімдер, мысалы 5-тен, 10-нан, 100-ден. Және күрделі сан есімдеріміз, топтау сан есімдеріміз 2-ден,
5-5-тен. Ал енді балалар, осы топтау сан есімдерін қолданып сөйлем құрап көрейік. Кәнеки, бірінші суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс. Әр топта 2-2-ден балалар бар. Жарайсыңдар. Ал келесі суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс, жарайсыңдар. Балаларда 5-5-тен асықтары бар. Балалар, сонымен сендер бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіндіңдер. Және де топтау сан есімдерін ауызша жұмыстарда орынды қолдандыңдар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, спорт денсаулық кепілі. Мен сендерді спортпен айналысуға шақырамын.